Қатты мен Құдайды іздедім, себебі өмірімде бақытсыздық болды. Бір емес, бір екі рет күйеуге шығып ажырастым. Енді депрессияға шықтым, и соның арасында мен қатты ауырдым. Врачтар отказ бергенде, скорыймен врач шақырғанда, ол кісі айтты, саған ештеңе көмек бере алмаймыз, ауруың асқынып кетті деп айтты. Сөйтіп бопты, енді өлу керек болса өлемін деп не қылдым. Но мен жүрегімде сенетін Құдай бар екенін. Ол кісіге мен 3 көйлек тігіп бердім. 3 көйлек ұнады. 3 көйлек ұнағаннан кейін ол кісі сынақтан өттің деді. Мен сонда ойланып қалдым, қандай сынақтан өттім деп. Содан кейін не сынақтан деп ол кісі айтты, қатты жаның қиналып жүр екен, ауырып жүр екенсің, Құдай бар сені сауықтыратын деп ол кісі айтты. Қандай Құдай бар деп мен сұрадым, себебі ол кезде мен Құдайды қатты іздедім, намазға жығылдым, бір отырғанда намазды жаттап Құран көтердім, ораза ұстадым, қатты Құдайды іздедім. Но соның өзінде мен өліп бара жатқанымды сездім, уже болды, наверное, дәм тұзым бітетін шығар деп. Сол апаға көйлектер тігіп бергенде, ол кісі мені бір жерге апарды, қауым деп. Ол жерде әке, бала, келі рух деп сыйынатын. Мен оны түсінбедім, бұл адасқан жол шығар деп өзім ойладым. Ол жерде сен Құдайдан не тілейсің деп сөйттім. Айттым, Құдайдан саулық тілеймін, маған саулық керек. Көктегі әкем, Иса, келі рух деп сөйтті. Только Құдай бар екен, Құдай тірі, естиді, жауап береді, қалдырмайды ешқашанда. Соған ризамын. Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Мен енді өзімнің бір өмірімде осы Құдайдың жолына келген деп білек қалай басым екен. Мен осы бөліскім келеді өмірімдегі жағдайлармен деп. Осы Құдайдың жолына келгенде қатты мен Құдайды іздедім, себебі өмірімде бақытсыздық болды. Бір емес, бір екі рет күйеуге шығып ажырастым. Енді депрессияға шықтым, и соның арасында мен қатты ауырдым. Ауырғанда мен бауырым ауырды. Врачтар ауырғанда не берді? Отказ берді. Отказ бергенде менің бауырым емделге келмейді екен. Ол 2003 жылдары, 2002-2003 жылдары врачтар отказ бергенде, скорыймен врач шақырғанда, ол кісі айтты, саған ештеңе көмек бере алмаймыз, ауруың асқынып кетті деп айтты. И 4-5 шөптің атын жазып берді, осыны алды, біреусін іш деп. Сөйтіп бопты, енді өлу керек болса өлемін деп не қылдым. Но мен жүрегімде сенетін Құдай бар екенін. Сеніп, қалай айтсам екен, қатты 3 күн менде 41 температура болды. Ол кезде енді өте жағдайым нашар еді. Жұмысым дұрыс емес, өзім ауырғаннан кейін жұмыс істей алмайтынмын. Жұмысқа шыға алмайтын балам бар, 6-7 класста оқитын. Как раз тоже сложный период подростковый. Кішкене тіл алмай жүретін. И сол кезде қиналғанда мен қатты Құдайды іздедім. И Құдайды іздегенде сол бір ауырып жүрген күндерді, енді күнімді көру керекпін ғой. Мен үйде тігіншімін, көйлек тігіп отырдым. Бір қазақ апа келді. Ол кісіге мен 3 көйлек тігіп бердім. 3 көйлек ұнады. 3 көйлек ұнағаннан кейін ол кісі сынақтан өттің деді. Мен сонда ойланып қалдым, қандай сынақтан өттім деп. Содан кейін не сынақтан деп ол кісі айтты, қатты жаның қиналып жүр екен, ауырып жүр екенсің, Құдай бар сені сауықтыратын деп ол кісі айтты. Қандай Құдай бар деп мен сұрадым, себебі ол кезде мен Құдайды қатты іздедім. Мен үмітімде только Құдай сауықтыра алады, Құдай мені көмек беретін только Құдай деген бір үмітім болды Құдайға деген. Қатты іздедім мен Құдайды. Намазға жығылдым, бір отырғанда намазды жаттап Құран көтердім. Одан кейін, қалай айтсам, в общем, ораза ұстадым, қатты Құдайды іздедім. Но соның өзінде мен өліп бара жатқанымды сездім, уже
болды, наверное, дәм түзім бітетін шығар деп, менің баламды үлкен әпкем алып интернатқа өткізді. Балам сол интернат әпкем өзі жұмыс істейді, өзім қарам, өзім бағам деп, ана шешесінің өлгенін көрмесін деп, баламды алды үлкен әпкем. Одан кейін мен не деймін енді, үйде жалғыз қалдым. Не сол күндер, сол қиналған күндерім уже 3 күн сол как тозақ от сияқты болып 41 температурада жаттым. И қатты ауырғанда мен Құдай просто кешірім сұрадым, өкіндім, күнәларымнан кешірім сұрадым. Мен сезетім, что Құдай менің қасымда екен, бір сондай сенім болатын. И содан кейін қалай айтсам екен, Құдайдан кешірім сұрағаннан кейін, соның алдында сол апаға көйлектер тігіп бергенде, ол кісі мені бір жерге апарды, қауым деп. Ол жерде әке, бала, келдіруқ деп сыйынатын. Мен оны түсінбедім, бұл адасқан жол шығар деп өзім ойладым. Ол жерде сен Құдайдан не тілейсің деп сөйттім. Мен Құдайдан саулық тілеймін, маған саулық керек, ауырып жүрмін деп сөйттім. Ол кезде сол енді әлі жатқамаған күндерім ғой. Сол кезде сол апарды. Ол кісі алдында айтқан жоқ, апа Иса деп, Исаның жол деп. Кейін барғанда түсіндім, олар әке, бала, келдіруқ деп сыйынғанда, көктегі әкем, Иса, келдіруқ деп сөйтті. Мен не керек? Адасқан жолғы деп бармай қойдым ол жолға. Бармай қойдым, өзімен не қылдым, сол күндері уже асқынып жатып қалдым, төсек приступтар болды. Приступтар болғанмен мен уже болды деген шығар деп ойладым. И сол күні 3 күннен кейін мен орыс көршілерім болды, Ира деген құрдасым. Сол тамаға келеді, ол тамақ ішкен жоқсың ғой деп, мамам келіп от жақып кетеді, үйде жаңғыз өзім қаламын. Енді олар менің қиналғанымды көргісі келген жоқ, мен жаңғыз өзім қалдым үйде. Сондан кейін 3-ші күн қиналғанда мен дауыс естідім, телевизорды қос деген. Телевизор не үшін қызам деп, мейлі енді біреу сөйлеп жатсын, өлсем де деп, телевизорды қостым. Телевизорды қос деген дауыс бардында қостым, сол жерде профессор сөйлеп жатыр екен. Сөйлегенде ол бүйтіп айтты, менің ауруымды айтты. Осылай температура түспей болғанда, осындай ауру, бүткіл мен ауруымды айтты, только көмектеседі бір шөп деп. Қандай шөп деп басымды көтердім, мен түсіндім, что маған Құдай сол кісі арқылы сөйлеп тұрғандай, жол көрсетіп тұр өмірге деп. И сол шөптің аты чистотел болды. И мен қой деп, маған Құдай сөйлеп тұр ғой деп, күшімді жинап, аптекаға барып, сонда қалтамда 100 теңге бар, 60 теңгеге Құдай сонда қарастырыпты. 60 теңгеге барып, мен шөпті алып, сол профессор айтқандай қайнаттым, іштім, қайнатып ішіп болғаннан кейін мен сразу 3 күн ұйықтаған жоқпын ғой, 3 күн 41 температурада сен ұйықтай алмайсың, тамақ та ішкен жоқпын. Не керек? Ұйықтап қалдым. Мен денем ісіп кеткен еді ғой, дәу болып ісіп кеткен. Сол кезде түнде оянғанда менің бойымдағы су кеткен, мен судың ішінде жатырмын. Температурам кетті. Сөйтіп мен ол шөптен 1-2 рет ішіп, өзіме келдім, аппетитім келді, тамақ іштім, ана приступтарым қойды. Мен түсіндім, Құдай өзі сол жол көрсетіп тұр ғой деп. Но Құдай себепші екен. Только шөппен ғана мен емделген жоқпын, менің ауруым қатты асқынып кеткен, өте тяжелый форма, емдегі келмейтін ауру. Енді мен, конечно, өліммен келіскен жоқ, менде бір жүрегімде үміт болды. Құдай бар, Құдай сауықтышы, Құдай кешіреді деп. Сол күндерді, сол қалай айтсам екен, мен Құдайдан кешірім сұрай бердім. Құдай, мен кешірші, мен біліп білмейсіз деген күнәларым үшін кешірші деп сұрай бердім. Өзін жол көрсетші деп. Себепші Құдай. Бір апай келді, ол кісі мамасы орыс, өзі папасы қазақ, Библия оқитын. Сол кісі Библия оқитын, соның өзінде мен мән берген жоқпын, ол айтты. Онда мен саған қазір жол көрсетем, қалай бойынды тазартқанға деп. Сол кісінің айтқан бәрін істеп, бауырымнан тастар түсті, бойым тазарды, үшін бауырым тазарттым, жақсы болдым, есім жинадым. Но соның өзіне де мен ауырғасын кейін бойым қара түтіп, күшім әлім жоқ, ешқандай нем жоқ еді. Жұмыс дегенге шамам жоқ еді, жұмыс шығамайтын. Но қауымға
сездім Құдай бар екен, бардым қауымға, сол апа апарған жерге барып сыйындым. Кел кітап сыйлады, кел кітапты оқыдым. Мен айттым, енді бұл кітапты оқымаймын деп ойлағам ғой, но мен ақыратына сол бір құдіретті дауысты естимін, бір сондай дарым ба, қабілет па білмеймін. Біліп таны бұл құдіретті жол деп. Вот ешкім жоқ, ол дауыс мен жүрегімде сөйлеп тұрады. Біліп таны бұл құдіретті жол дегеннен мен қой таныйын бұл не жол екен деп кел кітапты оқи бастадым. Сол жерде Құдай ашыла бастады, что ол әділ, шындық, адал, ол біліп тұр, ол тірі, ол естиді. И ең бірінші соның алдында да былай сезім келетін, что ол мені жаратты ғой, менің көктегі әкем ғой деп. Алдында да мен сезіп жүретім сондай. И ол жерде шынайы ашылды. Ол көктегі әкем, ол Құдай жаратқан ем, ол менің бәрін біледі, менің ойымда, армандарымды. Себебі мен өзім әжем өсірген, жетім өстім. И жетім өскен адамдар енді әке-шешенің қасында болмағаннан кейін армандарын только Құдай біледі, жан дүниені. Сен ешкімге айта алмайсың. Киетін көйлегіңді сыйлайтын, ішетін тамағын алдын алып келіп беретін. Сонда мен сезетін, қой Құдай бар екен ғой, мен ешкімге айтқан жоқпын, мынау көйлекті кигім келеді, мынау тамақты ішкім келеді деп. Сөйтіп жүргенде мен сезетін, Құдай бар екен. И сол сенім осы жолда мен түсіндім, Құдай бар екен, тірі Құдай екен деп. Просто Құдайға рахмет айтамын. Құдай кереметтерін жасады. Балам жаман жолға түсіп кетті. Балам сол сақтап қалды, түрмеден, жаман жолдан сақтап қалды. Мәшиненің қатты айдайтын, соны сыйдам, әлі күнге шейін Құдайым соны сақтайды, жолда сақтайды. Гонкаға қатысынамын деп сөйтіп нететін, ой балам, Құдайым, только үмітім Құдай болды. Осы келі кітап оқи беріп мен Құдайға шүкір, Құдай өзім мүмкіндік берді, өзім біліп тануға, оның мінезін, и менің мінезім нашар болатын, өте нашар. Мен андай қатыгез болып өстім. Қатыгез болғанда енді жетім болғаннан кейін жетім только өз қамын өзі ойлайды, өзі қорғайды, өзі сақтайды. Енді жетімдер білесіздер ғой, оны қорғайтын адам жоқ. И мен как бы орыс мінезді болдым, орыс мектеп бітірдім, орысша оқыдым, орыстардың аңында өстім кішкентай кезімнен. И Құдайға рахмет, Құдай өзін біліп танытып, көрсетіп, сөйтіп ашып, жетелеп, мінезімді өзгертті, ой санамды өзгертті, қуанышқа бөледі, тыныштығын берді. Ең бірінші, тыныштықта өзінің қорғаны бар, жамандықтан сақтайды. Маған үй сыйлағанда қайнағам үй әперді, неден. И сонда сол көшіп барған жер яма дейтін. Ол мен кейін білдім. Яма деген ол наркомандар, клин наркомандар тұратын жер екен. Кейін Құдайым білгенде, сол жерде Құдай менің баламды сақтап тұрды сол наркомандардан. Хотя есіктің алдында көп нәрседе алып кетсе де, ұрлап кетсе де, мен мән бермейтін, Құдай қорғап тұр дейді. Сонда мен түсіндім, Құдай менің қорғанышым, жетекшім, менің жетелеп, өзімді сақтап, баламды сақтап, жеткізіп, енді үй салғызып, Құдай сол өзі үй салдым, уже бітірдім почти, енді азақ қана қалды. Бір кішкентай зарплатамен, мен бизнесмен емеспін, қарапайым жұмысшымын. Сол күшімен, табысымен, қалай айтсам екен, Құдайға мында ризамын, шүкір айтамын, алғысымды айтамын. Только Құдай бар екен, Құдай тірі, естиді, жауап береді, қалдырмайды ешқашанда. Соған ризамын.